Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді банофи пай пирогын дайындаймыз. Бұл пирогтың дәмі ерекше. Бұның құрамында карамель, банан, печенье және де крем бар. Оның үйлесімділігі ерекше дәм береді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге бұл пирог ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен бізге глютенсіз печенье қажет. Глютенсіз печеньені сіздер арнайы дүкендерден сатып ала аласыздар, немесе менің каналымда рецептісі бар, кіріп қарап кетіңіздер. Видеоның астына жазбалар бөліміне, яғни описаниеге қалдырып кетемін. Осылай печеньені үгітіп аламыз ең алдымен қолымызбен. Одан кейін оны осылай пакетке салып, мұқтаудың көмегімен үгітеміз. Нәтижесінде осындай үгітінді пайда болуы қажет. Енді оның үстіне ерітілген сарымай қосамыз. Сарымайды сулы моншада немесе қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Жақсылап араластырамыз. Бізде жабысқақ, сондай кішкене үгітілмелі, сондай бір ерекше қамыр шығу керек. Енді біздің астына қоятын қамырымыз дайын. Арнайы форманы аламыз, немесе сіз кез келген тарелкаға жинасаңыз болады. Мен айналмалы үстелшені пайдаландым және оның үстіне осындай қағаз қойдым. Және сақина формасын пайдаландым, 20 диаметр. Сіздер 18 диаметрде істесеңіздер болады. Немесе бұны үлкендетіп жасауларыңызға болады. Дегенмен, егер де үлкендетіп жасайтын болсаңыздар, сіздерге печеньені көбірек қосу керек болады. Печеньені, бүткіл қажет заттарды көбейту керек болады. Енді видеода көрсетілгендей жұмыстанамыз. Осылай қамырымызды, ұсақ үгітіндімізді саламыз да толыққанды тегістейміз. Бізде жегіне дейін барлығын әдемі қылып апару керек. Жегіне осылай алып тұрыңыз, яғни кішкене де артық алу керек. Барлық жері бірдей мөлшерде болу керек. Bir жері қалың, бір жері жұқа болуына болмайды. Сонымен біздің астыңғы қабатымыз дайын. Енді осыны тоңазытқышқа 30 минутқа немесе мұздатқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. Ендігі бізге қажетті ингредиент банан. Әрине де бұл торт банофи пай деп аталады. Сондықтан да бізге банан қажет. Бананды алып қабығынан аршимыз және де жақсылап тұрып тураймыз. Әдеттегідей осылай дөңгелектеп тураймыз. Және де бізге крем қажет. Крем менде крем чиз. Егер сізде крем чиз болмаса, онда басқа кремді пайдаланып көрсеңіздер болады, немесе клейдің өзін араластырып қант ұнтағымен жасасаңыздар болады. Негізгі рецепті бойынша осы крем чизді пайдаланыңыздар. Енді біз тортымызды әрлеуге кірісеміз. Ол үшін бізге карамель қажет. Карамель менде дүкеннен сатып алынған карамель, менде қатты қою болғандықтан оны кішкене жібітіп алған болатынмын. Және де карамельді алып, осылай жағамыз. Карамельді вареная сгущенкамен алмастыруға болады. Негізгі рецепті бойынша вареная сгущенканы пайдалана береді. Енді біз банандарымызды тізіп орналастырып шығамыз. Бұл пирог, яғни бойы кішкентай болады. Көлемі бойынша да. Осылай банандарды тізбектеп орналастырып шығамыз. Бұл торттың ерекшелігі де осыда: банан, карамель, печенье және кремнің үйлесімділігі. Банандарымызды тізіп орналастырып шығамыз және үстіне крем жағамыз. Кремді әркім әрқалай істейді. Негізгі рецептісі бойынша банофи пайдың бетінде крем дөңгелек қалыппен салынады. Мен осы жолы
алғаш жасағандықтан оны ескермей осылай жұлдыз түрінде жасаған болатынмын. Сіздерге дөңгелек түрінде жасап көруге кеңес беремін. Сонымен біздің Banoffee Pie тортымыз дайын. Енді формасынан босатамыз. Өте дәмді торт. 5-тің шайына оп-оңай дайындасаңыздар болады. Осылай абайлап ақырын босатамыз. Тортымыз өте әдемі болып шықты. Сізге дайындап көруге кеңес беремін. Мен бетін бананмен әсемдеген болатынмын. Сондай-ақ тортты осылай Banoffee Pie түрінде, яғни какаомен безендірсеңіз де болады. Әрине барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Какаоны пайдаланатын болсаңыз, онда Nesquik какаосын пайдаланыңыз, себебі басқа какаолар келмейді. Сонымен торт өте нәзік, өте дәмді, ерекше торт. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Крем, банан, карамель барлығы ерекше үйлеседі. Дайындап көруге кеңес беремін. Өзімнің көңілімнен шыққан ең алғашқы пирогым, және бұл видеода мен ең алғаш рет дайындаған болатынмын. Сондықтан да қорықпай дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Ас болсын.